тұрып уақыт өтеді кезектерге тұрып шыдам бітеді досым сенің көңіл күйің мына әнмен көтерілсін болса егер көңіл күйің шексіз болсын жақсы нәрсе ойла тек бәрі жақсы болады бұл өмірдің қызығы сынақтардан тұрады Акимат қайда қарап отыр деймін да я жолдың бәрін қойыңыз қыс болса қазады ғой мына қара асфальттың бәрін қара соны жазда істеуге болады ғой жарайды ол ладно асфальтты қоя салшы асфальтты жасап болғаннан кейін ше олар ше турба салады ғой тыңдап отырсыз ба мен бір ғой мен аким болсам бір ғой солардың бәріне жұмыс істеп беретін мен фабрика заводтар салатын мен өшіргіш шығатын қалам шығаратын мен заводтар салатын едім ғой жоқ қой жұмыс жоқ не аға негізі қандай мамандық оқып едіңіз? Мен мамандығым юрист и высший категория шофер. Біз негізі нормально өмір сүруіміз керек қой. Сендер мұнаймен ғана өмір сүріп алсыңдар. Машаллах. Ой, қайдағы машаллах? Астағфираллах, бізде коррупция бар. Бәрі жемқор болып кеткен. Отмывание денег он, білесің ба? Қарындас. Жеңше, то есть, менде де жұмыс жоқ. Мен баламда да жұмыс жоқ. Мен қатынымда да жұмыс жоқ. Мен көршімде де жұмыс жоқ. Бизнестерін тартып алады. Қиын болып жатыр. О, машаллах. Машаллах емес, астағфираллах. Менде дейді жоқ. 40 жыл болды әлі квартира тұрып келе жатыр. Онды қойшы, бордюр ауыстырады ғой, бордюр. Жылына бір ғой, бордюрды адам 2 рет ауыстырады ма? Олар дейіне зимний летний бөліне ма не? Ең бай мемлекет бізде, ең бай. Любой тастың астын бір ғой, терсің бір ғой, газ шығады ғой. Мұнай шығады, алтын шығады, уран шығады. Бірақ ең кедейміз. Қатын. Ау? Маған алшы. Азана бен нәр тартпадым. Келдің ме? Қазір шай бер. Прокпы. Алтын ордада 4 сағат тұрдың ғой. Ана клиентті бір ғой, миым жеп қой дейді. Сөйлей беретін біреу екенші. Балапан, шай ішіп кетпедің ба? Аш жүрме? Жоқ, болды. Пап машинан келетін беріңіз, бір жаққа барып келейін. Түнделетіп қайда барасың? Сабағыңды оқысай. Не болды? Берсейші, қыдырсын елдің балалары сияқты. Қыздарға барады, достарына барады. Оның менің. Екеуміз үйленгенде машинамен үйлендік па? Жайлау жүріп махаббат болдық қой. Ол біз. Жоқ, оның мен. Ананың. Бекерге жүрмей таксовать етіп ғой, сабағың ақшасын төле. Өкімет бәрі саған жағдай жасамайды. Мен сияқты таксист боласың. Аха. Ертерек келіп алам? Балаға сөйіп сөйлей ма? Мен сияқты болма, оқы деп ақыл айтпайсың ба? Мен не деп атырмын, банк туна деп атырмын ба? Жұмыс істеп көрсін, ақша табуды қалай білсін. Үйленсін. Тамағын шеуш, суп қалды. Кәтпей мына күніге орама пісіресің. Бір сорпа, бір бешбармақ пісірмейсің ба адам жейтінде? Ертең пісіп береді. Күніге ертең деп айтасың. 2 жыл болды күтіп жүрген. Нишан, тұрмайсың ба? Жұмысқа кешігетін болдым мен. Тұрсам жатыр екен. Тұрдым дедім ма? Түнімен ютубтан Ахметбек Нұрсиланың видеоларын көріп, мотивацияға той баласына таңғы 6-тан бері оят деп қаншесің. Тұрмайтын ба? Неге айтасың үйтіп? Тұрдың тұр шайын ішіп жұмысқа апарып тастамын. Қайда? Поликлиникаға да қайда? Асфойский 500 теңге. Ой, ақшадан өлген манау ше. Әйеліне 500 теңге деп. Бұл тез мен асығып тұрмын. Аузын жап ше, тұрамыз болды, тұрамыз. Тұрамыз дедік қой, тұрамыз адам деген. Шай суп қалады ғой енді.
О, Айжан, қалайсың? Исамалайсың ба? Бәрі жақсы ма? Қатын, босайшы, маймаңдамай. Ұстан анау. Не болды, айқайлап? Артына отыр. Машина алдын кеспе. Жүр, кеттік. I-think we agreed. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Waouh, parle français? Oui, je parle un peu français. Félicitations, Mr. Jones. Félicitations, M. Raki. Merci beaucoup. Rahmet. Merci. Улас, акимат, коррупция үшін, взятки үшін, бала оқуға түскен деңгей бізде үшін, ұят жоқ не үшін. Америка тоже взятка, парақоры үшін. I'm not from America. I'm from Honduras. Гондурас? Ол жақта да гондурастар ма? Бізде де гондурастар. Я-майя! Салтанат. Яға. Салтанат, осы маған келген сыйлықтардың ішінде не бар еді? Балдызыңыздың тойы бүгін ба? Иә. Осы адам деген қызық, среда күні оның үстіне түсте той жасай ма екен, а? Енді среда күні әнші, тамадалар арзан ғой. Сондайдың бәрін қайдан білесіз өзі, а? Жарайды, сонымен бар ма, жоқ па? Алдында Чапаев ауданының әкім алып келген виски бар. Содан соң ана мектептің директоры берген сағат бар. Жарайды, онда сол сағатты алып келе қойыңызшы. Жарайды, иә. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін 3 жыл бойы неге мектеп құрылысының жұмысы әлі аяқталмай жатқанын білу үшін арнайы әкімшілікке келдік. Әкім мырзаға бір-екі сауалдарымызды дайындап келген болатынбыз. Мінекей әкімнің өзі де келіп қалыпты. Құрметті Асқар Санатұлы, сізге қояр бір-екі сұрағымыз бар еді. Ой, кешіріңіздер. Осыдан 2 минут бұрын ғана мен наконец-то өзімнің кезекті демалысыма шығып кеттім. Егер қоятын сұрақтарыңыз болса, менің орынбасарым Серік Жұманұлына қойсаңыздар. Сау болыңыздар. Серік Жұманұлы? Әкім мырза. Міне көріп отырғандарыңыздай, әкім мырзадан ешқандай жауап ала алмадық. Ертең Серік Жұманұлынан тағы да сұрап көрмекшіміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ақтоты Болышева, Евгений Егембердиев, арнайы Боз арнасы үшін. Болды ғой, Шахан. Бара жатырмын дедім ғой. Неше минутта боламыз? 15 минутта боламыз, Асқар Санатұлы. Ойбай. Ойбай, кешіріңіз. Не болды? Бензин бітіп қалды. Талон сатқаныңды қашан қоясың сен осы? Кешіріңізші. Не істейміз? Кешіріңізші. Канистрың бар ма? Канистр бар, оны істейсіз. Әкел, мен бар, бензинге барып келейін. Ой, қойыңыз, өзім барам ғой. Канистр бар, өзім барып білем. Барам ғой дейді ғой. Бар, анда, такси стенд. Такси? Иә. Бар. Жақсы. Ассалаумағалейкум аға. Ресторан Қарлығаш. 500 бола ма? 700. Жақсы. Жүріңіз. Давай, енді бәрі реткен ал. Жақсы. Бәр бәлеқор, бәр заявчик, бәр кедала. Адам дегеннің ұят жоқ. Көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Яманы көрдіңіз ба? Акимат куда смотрит, да? Акимат куда смотрит? Ёлки-палки, шеттерінен тұрас байлап алып, осы қотырлақпен сөйлеп өтсен ғой. Бұлар ғой тас жейді, құм жейді ма? Осы ақшыларды қайда құртып жатыр деп ойлайсыз? Қайда құртып жатыр, қайда қалдадыларын жеп жатыр да? Анау Головкинді шақырып, бұлардың бәрін талға байлап қойып, шеттерінен априкотпен астыңға тісінен ұрғызып, ауыздарын бәрін ямығып тұса көрек тістерін сүргізіп. Біраз өшіңіз бар сияқты ғой әкіматқа. Өшім емес, оны мен емес, халықтың бәрі біледі. Осылардың шеттерінен ұр екен. 12 коттедж бар ғой, 12 коттедж, 24 квартирасы бар. Соның бәрін не істемекші? Мына үйсіз-күйсіз жүрген адамдарға бермей ма? Сол әкімдер мектепке ремонтқа 2 банка краски, 2 шөтке берген. Шөткенің біреуін үйіне барып қойған, краскені үйіне алып қойған біреу. Оны не істейді? Қаланың өзі сонда ауылда не болады онда? Ауылда ремонт не болады онда? Егерде мен әкім болсам бір қоя, сол шеттерінен сол құстыртатын ем. Ауылдарына айырып тұрып.
Мына келдік қарлығаш. Жарайды енді. Міне кейіңіз. 2 мыңыңыз. Рахмет. Ал мынау менің визиткам. Таңертең онда 9-да акиматта болыңыз. Аға, сіз акимсіз ба? Аға, мен ештеңе айтқан жоқпын ғой, аға. Осы айтқан сөздеріңіздің бәрін ертең акиматта дәлелдейсіз. Көке, кешіріңізші, мен айтқан жоқпын. Сау болыңыз. Ертең күтем. Аға, кешіріңізші, мен айтқан жоқпын. Аға, нечайынан шығып кетті ауыз бар. Касаға кіріп кеттім ғой. Немеге қорқып отырсың? Жұмыс берейін деп шақырайын деп отқан шығар? Как будто сен менің қасымда болған адам сияқты әңгіме айтып отырсың ғой. Менің айтқанымды қаяқтан білесің сен? Ойбай, сорлай. Тағы да тіліңнен таптың ба? Білем ғой мен сен қалай сөйлейтініңді, тілің ащы сенің. Енді бағланын жалғыз өзін қалай асыраймын? Кем дегенде 10 жылға кететін болдың ғой. Жапшы аузыңды, жаманшылық шақырмай. Жапшы! Кем дегенде 10 жыл. Ана біздің санитар главврачқа тіл тигіземін деп 3 жылға сотталып кетті. Ал сен анау-мынау емес, әкімге тіл тигіздің. Әкімге түсініп отырсың ба? Жапшы аузыңды. Балаңнан сұра. Сұра, юридическийде оқиды ғой. Сен не дейсің? Машинаны кілтін берші, пап. Сен құрышы бар. Бетін табақта болмай. Қайдағы машина? Әкем түрмеге кетейін деп жатқанда. Қалай асырайын, намалана масқара болдық қоймай ба. Жапшы аузыңды! Бар төсек сал! Не болды айғылып? Саламыз ғой. Аузыңды әлі жіберем қазір. Жап дейін саған. Айнағы отырсың. Сағат неше болды? 6 болды. Саған Ахметбектің емес, Акиматтың видеоларын қарау керек екен ғой. Ерте тұрады екенсің ғой. Бізде костюм шалбар бар ма өзі? Мен киетін. Костюм шалбар. Ой, сенде спортивныйдан басқа ештеңе жоқ қой. Тойдан кигенде костюм шалбар жоқ па? Балаң выпускныйда кигені бар, одан басқа жоқ. Соны дайындашы. Әншінай. Армиядан күттіргенің аздай. Енді 10 жыл тағы күттірмекшісің ба? Бар дедім ғой, мен саған дайда дедім ғой. Есінде болсын бірақ. Мен саған греф беретін жағдайым жоқ. Бар дедім мен саған. Ана балаң оқуды бітіріп, 1-ші айлығын алады, сол кезде бірақ берем. Атак оға дейін күтпе. Ассалам. Нұршан Пұшанұлы, қайырлы таң. Сізді барлығы күтіп отыр, соңынан ере беріңіз. Сот прокурорлардың бәрі келді ма? Иә? Біздің қатынның тілі жаман да осы. Сол не айтса сол болады да. Біздің қатынның тілі жаман дейін да. Аха, жүре беріңіз. Біздің... Ассалаумағалейкум. Нұршан Пұшанұлы. Аға, 10 жыл берейін деп жатсам да кеше аузымнан шығып кетті. Бәрін лакиналі. 10 жыл көп болар. Бірақ бір айға әкім болуға болады. Қандай әкім? Сіз бүгіннен бастап осы қаланың әкімісіз. Қандай әкім? Мазақтап тұрсыз ба бейсің? Жоқ. Кешегі айтқан дүниелеріңізді бір айдың ішінде іске асырады деп үміттенем. Сонда түрмеде бастық болам ба не? Сіз осы қаланың әкімісіз. Бізді күтіп отыр. Жүріңіз. Аға, көке, кешіріңізші. Көке. Көке.
Сәлеметсіздер ме, құрметті тілшілер қауымы? Менің сіздерге жақсы жаңалығым бар. Біз эксперимент ретінде қарапайым халық өкілін бір айға менің орныма әкім ретінде тағайындадық. Бір айға? Жарай. Бұл дегеніңіз билік өкілдері халықпен әрқашан бірге деген сөз. Қалай бірге? Жаңа уақытша әкімдеріңіз Нышан Пышанұлы. Әкім мырза, өтіне бір сұрақ. Басқа қалаларда да осындай эксперименттер болады ма? Бұл біздің президентіміздің бастамасы ма? Жоқ, бұл менің өзімнің жеке идеям. Тағы бір сұрақ, әкім мырза. Жаңа кім? Нышан Пышанұлы. Нышан Пышанұлы, өзіңіздің алғашқы жұмысыңызды неден бастамақ ойыңыз бар? Нышан Пышанұлы, сіздің жұмыс жоспарыңызда жаңа костюм алу ойыңызда бар ма? Нышан мырза, бір сұрағым бар. Нышан мырза, сіз осыған дейін не қызмет атқардыңыз? Таксовать еттім. Таксовать еттім? Такси рулінен басқа сонда тағы не басқардыңыз осы уақытқа дейін? Үйде қатын басқардым, бала шағамды басқардым. Ешқандай да тәжірибе. Құрметті тілшілер, осымен пресс-конференцияны аяқтасақ, мен әлі өз жұмысымды бүгінге тапсыруым керек қой. Солай ғой. Енді бір-екі күн үйренсін, одан кейін сіздерге жауап бере жатар. Сау болыңыздар. Назар бөріп келгендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Нышан Пышанұлы, жүріңіз. Соңғы сұрақ, тоқта. Ақым көкеда, мынау журналистердің шакалар сияқты жабылып кетті ғой. Күнде көре берсеңіз, олар бір-екі аптада сіздің туысқаныңыздай болып кетеді. Нышан Пышанұлы, мына кісі Серік Жұманұлы, сіздің орынбасарыңыз болады. Барлық айтқан тапсырмаларыңызда осы кісі реттейтін болады. Халық сізден нақты қадамдар күтеді. Мен жұмысым бар, мен таксовать ету керек, түске дейін сіздермен жүрмін, қанша ақшадан айырып қалдым мен. Қайдағы таксовать? Міне сіздің орныңыз. Сіз бүгіннен бастап мемлекет қызметкерісіз. Не деп әзілдеп тұрсыз? Ешқандай әзіл жоқ, міне. Қане. Төрлетіңіз. Отырыңыз. Ал, ісіңізге сәттілік, Нышан Пышанұлы. Рахмет, өзім. Айтпақшы Серік Жұманұлы, жаңа бастықтарыңызды көп мазалай бермеңіздер. Көзі үйреніп, біраз есін жинабасын. Сау болыңыз. Мен көмектесейін. Шықпет. Нышан Пышанұлы деген кімнің адам? Ешкімнің. Считай, что произошло чудо. Докладно қарсаңыз, менің де бұл салада жүргеніме 10 шақты жыл болды ғой, енді простой таксист әкім болып кетпейді, я точно знаю. Демек, сен түкті де білмейсің. Давайте, работайте. Қарсаңыз, мен сізді түсінбедім. Түсінбесең тыңда. Сен әкім дәрежесіне жету үшін өміріңнің бақандай 10 жылын оқуға арнайсың. Солай ма? Содан кейін ауыл-ауылда тентіреп әкім боласың. Одан кейін өзің сияқты қаншама жыл зам боласың. Енді барлық сынақтан өтіп әкім болған кезінде қайдағы бір таксистер келеді саған ақыл айтады. Көрейік енді ақылының қанша жерге жететінін. Түсінбедім, Асқарсана. Серік, бір айда ештеңе де өзгермейді. Зато біз акимат адамдарының авторитетін көтеріп аламыз. Ай, қайдам, осыңыз бәле болмаса болар еді бізге. Мені просто орнына yoq қоя салмайсыз бе? Жоқ. Былықтырса өзінен. Халықтың алдында өзі жауап береді. Давай. Мені держіп көрсе, хорошо? Давай. Маған олар мен телевизорға түсіріп алып, позорымды шығарып жүрмесін. Да, сонда мен реально әкіммін ба не? Не может быть. Мен дейді соқып қой, кінәлі әкемат қой, дейді жауап жоқ қой, бәлі болды ғой, әйтеуір кінәлі бәрі шетіне тек өзің емес. Баласынан артықсың ба не? Болма кең келек, өсек құрсын өсек, ал өсек таратқан кім десек, бір-біріне сетеп ап емес, кейде не керек? Күлі досқа келер, басқа болма карте ападай, оның күлкісі алмайды прям менің апамда. Чу, бірінші секунд қой, қазақпыз ғой.